Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі уағызымыздың тақырыбы баланы ұрмай тәрбиелеу мәселесінде болмақ. Біз тек қана өзіміздің дүниеге келген ұл қыздарымыздың, перзенттеріміздің аманат екендігін мойындап, олардың дұрыс жүріп тұруын ғана біз қадағалауымыз керек. Ал қалған нәрсесіне біз араласа алмаймыз. Оларды біз дұрыс бағытқа, дұрыс жолға қоюымыз керек. Сондықтан біздің мойнымыздағы тікелей міндет олардың тәрбиесі. Олардың дұрыс жүріп тұруы. Бала дүниеге келгеннен кейін оның құлағына азан айтып, ат қойғаннан бастап, оның тай-тай жүргенінен бастап, оның былдырлап сөйлегенінен бастап, қашан үлкен азамат болып, жанұя құрып, өзінің жеке отбасы болып, ары қарай солай өмір сүріп кеткеніне дейін біз көптеген нәрсесіне жауапты боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір сәби дүниеге келген уақытта ол таза мұсылман болып дүниеге келеді. Ал енді оның ары қарай христиан болуы, немесе отқа табынып кетуі оның тәрбиесіне, қоршаған ортадағы көрген нәрсесіне байланысты болады деген. Бұл жерде пайғамбарымыздың айтып отырғаны тәрбиенің өте қатты маңызды екендігі. Енді Алла тағала сәбидің, баланың 12 жасқа дейін, енді балиғат жасына толғанға дейін көп нәрсені Алла тағала сәбиге жүктемейді. Ол деген сөз бала қателесуі мүмкін деген сөз. Ол қателік, ол қалыпты жағдай деген сөз. Алла тағаланың өзі, илахи заңдылықты қойған жаратушымыздың өзі оны белгілі бір жасқа дейін мүкәлләф етпейді, яғни жауапты қылмайды. Балиғат жасына толып, оңды, солды, барын толық білгеннен кейін барып оны Алла тағала жауапты қылады. Демек, баланың қателесуі ол қалыпты жағдай. Бұл қателесуге бізде дұрыс көзқараспен қарай білуіміз керек. Бала кейде қателесуі мүмкін. Бірақ ол қателесті екен деп бірден жазалауға тырыспаңыз. Өткен Алла тағаланың өзі жаза деген нәрседен оны босатып отыр. Бала сол өзінің өмірлік ұстанымы қалыптасқанға дейін көптеген жерден қателеседі. Қателік болу ол қалыпты жағдай. Бірақ сол қателесе келе, ол өзінің өмірлік бір ұстанымын, өмірлік бір бағдарын солай белгілейді. Сіздің міндетіңіз бұл жерде сол қателескен уақытында оны тура жолға салып отыруыңыз. Оның қателігін ескертіп, оны сол тура жолға салып отыруыңыз. Ескерткенде де оның басы жарылатындай, көзі шығатындай етіп оны жазалау емес. Оны кәдімгі қалыпты жағдайда ескертіп отыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бала тәрбиесінде ұстанған ұстанымдарын қарайтын болсаңыз, пайғамбарымыз сол кездегі балаларды болашақтағы үлкен бір азамат ретінде көріп қабылдаған. Біз де солай қабылдауымыз керек. Бұл қазір сіздің көз алдыңызда жүрген сәбиіңіз болашақтағы үлкен азамат. Ол сіздің үйіңізде, сіздің қарамағыңызда сіздің сәбиіңіз болып көрінуі мүмкін. Бірақ ертең ол өскеннен кейін, ол сіз оны қоғамға бір азамат ретінде оны ұсынасыз. Қоғамның бір бөлшегі ретінде оны ұсынасыз. Ол қоғамның бір бөлшегі болады. Сондықтан сіз қоғамға пайдалы бір адамды тәрбиелеп отырсыз. Сондықтан сол қоғамдағы орнына қарай балаға тәрбие беру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тәрбиесі осылай болды. Бір балалармен кәдімгі үлкен адамдарша сөйлесетін. Бірақ сол үлкен адамдарша сөйлескен адамдары болашақта үлкен-үлкен орындарға ие болды. Кейбіреулермен кәдімгі қиын мәселелерді талқылайтын. Бұл сол қиын мәселелерді талқылаған балалары сол қиын мәселелердің шешімін тауып үлкен бір фиқта өзінің орын алатын адамдар бола білді. Міне сол сияқты баланы тәрбиелегенде болашақтағы орнына қарай
солай бір қарым қатынас жасау керек. Сәл бір кемшілік жасағанға оны бақырып, шақырып, айқайлап, ұрып, соғып, баланы қатты бір жасқаншақ қыла беруге де болмайды. Әрине, өз еркіне толық жіберуге де болмайды. Бала өскен кезде ненің қате, ненің дұрыс екендігін ажырата білетіндей, оған кей уақыттарда бір қателіктерін ескертіп те отыру керек. Болды, бұл бала енді бұған барлық нәрсе рұқсат деп тек қана өз бетімен жіберетін болсаңыз, онда ол ненің қате, ненің дұрыс екенін де білмейді. Барлық нәрсе осылай дұрыс екен ғой деп өскен кезде, ертең болашақта ол да бір үлкен проблемаға айналуы мүмкін. Сол үшін қателік деген нәрсені ол сезу керек, білу керек. Мен мына нәрсені істегенде мен қателестім деп, оны сезетіндей деңгейде оны сіз өзіңіз бір жазалап отыруыңыз керек. Бірақ жаңада айтып өттік, жаза деген ол оның жаңағы басын жарып, көзін шығару емес. Кішкентай баланың өсіп келе жатқан уақытта көптеген нәрсесін ол өзінің ата-анасынан алады. Балада сезім мүшесі дамиды. Сезім мүшесі ол өзі жаратылғаннан бастап ненің тәтті, ненің ащы екендігін уақыт өте келе ол біле бастайды. Бір нәрсенің ыстық екендігін, бір нәрсенің салқын екендігін, ыстық нәрсенің қолымен ұстаған кезде қолы күйеді. Қолы күйгеннен кейін сезім мүшесі арқылы оны сезіп, оның ыстық екенін біліп, келесі соны ұстайтын кезде ол соны ұстамайтын болады. Өйткені ол қолы күйіп, сол нәрседен бір ол жазасын алған болады. Ащы нәрсені немесе ыстық нәрсені ішкен кезде аузы күйу арқылы сол нәрседен ол өзі бір жазасын алып, ол бір сабағын алып, келесі бір істегенде оны жасамайтын болады. Бұл мынау сезім мүшелерімен дамитын нәрселерін ол осылай өздігінен істеу арқылы, тәжірибесі арқылы үйрене бастайды. Ал енді оның ішінде рухани бір дамитын жерлері болады. Міне сол дамитын нәрселердің ішкі рухани мәселесін ол өзінің ата-анасынан алады. Соның бірі ашу. Ашуды Алла тағала бізге не үшін берді? Ашуды өзінің орнында қолданып, ашудың керек жерінде қолдану үшін, өзіңіздің ар-намысыңызға, өзіңіздің дініңізге бір сырттан бір нәрсе тиген уақытта сол ашуыңызды сіз қолданасыз. Ашуды сол мақсатта қолданасыз. Міне сол сияқты сол ұлыңызға, балаңызға, қызыңызға сіз қатты ашуланған кезде қандай оған бір әрекет жасайсыз, міне сол әрекетті көру арқылы сіздің ұлыңыз, қызыңыз ашудың қалай қолдану керектігін сол кезде үйрене бастайды. Егер сіз бір қатты ашуыңызға тиген жағдайда қатты айқайлап, өз-өзіңізден шығып, өз-өзіңізге есеп бере алмайтындай деңгейде қатты кетіп қалатын болсаңыз, сізді көріп отырған ұлыңыз, қызыңыз айтады, демек ашуланған кезде осылай жасау керек екен ғой деп, ол солай өседі. Ертең өсе келе қатты ашуланған кезде ол да өзінің сондай жаңағы шегінен шығып кетіп жатқан болса, сіз біліңіз, өзіңіз сол нәрсені оған көрсеткен боласыз. Сондықтан ашуланған уақытта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ашуланған уақыттағы біздерге не жасау керектігін өсиет еткен хабарлары бар. Қатты ашуланған адам егер тұрып тұрған болса, отырсын, отырған болса, сәл жатсын, жантайсын, дәрет алсын деген сияқты бір өсиеттерін айтып кеткен. Мінекей сол нәрсе, осы нәрселерді орындау арқылы бізде ашуымызды баса аламыз. Сол сияқты мына ашу болған кезде сіз өзіңіздің ұлыңызға, қызыңызға қатты бақырып, шақырып, оны қатты ұрып соғатын болсаңыз, ертең ол да өскеннен кейін дәл осы нәрсені қайталайтын болады. Ол тек қана өзінің ұл қыздарына емес, өзінің қол астында жұмыс істейтін адамдары болсын, айналасында жүрген адамдар болсын, барлығына осы нәрсені жасау керектігін ол үйреніп өсетін болады. Мысалға, қазір Алла сақтасын, педофилдік оқиғалардың да болып жатқандығын естіп жатырмыз. Бұл да өз кезегінде сол кішкентай баланың бала күнінде психологиялық бір соққының әсерінен болуы мүмкін. Сондай бір қатты бір психологиялық соққы, қатты бір соққының әсерінен ол өзінің ішіне сол нәрсені алып қалып, сол нәрсе ертең өскеннен кейін оның алдынан шығуы мүмкін. Көптеген жаңағы осындай психологиялық бір ауруға ұшыраған, психологиялық бір ауытқуларға ұшыраған адамдардың өмірін зерттеп қарасаңыз, соның көпшілігі өзінің
сол бала кезінде, кішкентай кезінде көптеген бір психологиялық травма алғандығын біз байқап жатамыз. Міне сол психологиялық травмалардың барлығы бұл адамның ертең өскен кезде өміріне әсер ететін тікелей жағдай екен. Сол үшін баланы жазалау мәселесі де бұл өте бір есеппен жасалатын нәрсе. Болашағыңызды ойлап жасалатын нәрсе. Кейде бір ашуға беріліп, баланы қатты ұрып, соғып жіберу де адамды көптеген өкініштерге алып барады. Мынандай бір оқиға болған екен. Бір кішкентай сәби әкесінің жап-жаңа алып келген су жаңа көлігін, енді су жаңа көлікті үйіне алып келіп, жаңағы соны қойып үйіне жаңа түскі асқа кіріп кеткен әкесі, бала ойнап жүріп жаңағы су жаңа көлікті бір ағашпен сыра бастайды. Сол кезде жаңағы көліктің бояулары кетіп, жаңағы сырылғаннан кейін біраз жеріне зақым келеді бояуына. Әкесі оны көрген кезде қатты ашуланады. Қатты ашуланған соншалықты баласын жаңағы сен оны мына қолыңмен істедің ба деп жаңағы сол баласының қолына ағашпен қатты ұра бастайды. Сол кезде баласының саусағына көптеген зиян келіп, дәрігер шақырып, жаңағы баланың саусағын кесуге тура келеді. Сонда бала ауруханада жылап отырып, әкесіне қарап отырып айтады: әкешім дейді, мен мына саусақтарымнан айырылып қалдым. Мына саусақтарым қайтадан өседі ма деп әкесінен сұраған кезде, әкесі өзінің бір үлкен кемшілік істеген сол кезде барып сезген екен. Әттең мен мына қолдарыммен осы нәрсені істемесем ғой, мен бұл өкінішке бармайтын едім дейді. Қараңыздар, ашу деген нәрсе кей жағдайда осындай өкінішке алып баратын жағдайларға да алып барады екен. Сол үшін баланы жазалайтын кезде белгілі бір шектен, белгілі бір мөлшерден шықпайтындай деңгейде оның есебінде білу керек. Және қатты өз еркіне жібермеу де керек. Мынау Жәбірейіл періште хадисінде қияметтің белгілеріне мынандай бір нәрсе айтылады. Өздерінің қожайынын дүниеге алып келетін күндер болады. Осы хадисті түсіндірген ғұламаларымыз айтады: бұл деген сөз ертең болашақта сондай бір балалар, сәбилер дүниеге келеді. Ол сәбилер өзінің айтқан нәрсесін өзінің әке-шешесіне істетеді. Бұл деген сөз не дейді? Мінекей, ана өзінің қожайынын дүниеге алып келді деген осы дейді. Бала кішкентайынан өзінің әке-шешесіне бүкіл айтқан нәрсесінің барлығын жасатады. Міне ол нәрсенің көрінісін біз қазіргі күні көріп жүрміз. Баласына тәйт демей, бүкіл оның айтқанының барлығын жасау арқылы бала да оны сезет, білет. Содан кейін барлық нәрсесін жасатады. Бұл да дұрыс емес. Баланың өзінің шегін білу керек. Мысалға, ертеде мұғалімдер балаға ескерту жасаса, әке-шеше балаға ұрсатын. Ал қазір керісінше, мұғалім бір ескерту жасаса, мұғалімдікі дұрыс болмайды да, ата-анасы барлығы жабылып, мұғалімге ұрсады. Сол үшін баланы өсірген кезде де оның қателіктің ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін көрсете білу өсіру керек. Егер бір қате іс жасайтын болса, оған жазасын беру керек әрине. Қатаң түрде емес, бірақ ескерту арқылы, бір нәрселерін алып қою арқылы жасау керек. Және дұрыс нәрсені жасаған болса, оны мақтап, оның дұрыс екендігін оған білдіру арқылы, осындай бір жүйені қолдану арқылы біз өзіміздің ұл қыздарымызға тәрбие береді екенбіз. Енді бұл ұрпақ, перзент біздерге аманат. Ертең бұл аманаттың жауабын береміз. Сол үшін аманатты дұрыс пайдаланып, оны дұрыс жолға салып, болашақ қоғамға дұрыс ұрпақ тәрбиелеу, ол бірінші ата-ананың, екіншіден қоғамның міндеті екен. Алла тағала осындай бір жауапкершілікті сезіне отырып, өзіміздің ұрпақтарымызға жақсы тәрбие беріп, болашаққа жақсы ұрпақ тәрбиелеуді, жақсы ұрпақ қалдыруды, жақсы ұрпақтар жетілдіруді Алла баршамызға нәсіп етсін.